Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі тақырып past simple. Жалпы past simple дегендегі past'ты жеке алып қарайтын болсақ сөз ретінде, онда ол өткен дегенді білдіреді. Ал simple ол қарапайым деген сөз. Яғни өткен шақпен қарапайым сөзін қосып, қарапайым өткен шақ, яғни past simple ережесін шығарамыз. Не себепті simple? Себебі өзі ағылшын тілінде 3 simple ережеміз бар, шақтарды білдіретін. Present, past және future. Бұлардың барлығы simple деп аталу себебі, бұлардың формуласы өте базовый, яғни алғашқы ағылшын тілінің негізгі құрылымы, структурасы осы үшеуінен басталады. Және біз осыған дейін present'ті қарадық, енді бүгін past'ті қарайтын болсақ, онда екеуін бітірдік деген сөз. Енді соңғысы бізде future қалады. Келесі сабақтарда оны да қарастырамыз. Кеттік ал, көп созбай бастайық. Past simple дегеніміз жалпы не? Ағылшын тілінде өткен шақта болған, аяқталған әрекетті білдіру үшін қолданылады. Бұл жерде қатты акцент беру керек нәрсе аяқталған әрекет және өткен шақ. Себебі сіздер деңгейлеріңіз көтерілген кезде алда өткен шақта басталып, қазірге дейін аяқталмаған шақтарды, іс-әрекеттерді білдіретін ережелер бар. Сол кезде шатасып кетпеу үшін дәл осы past simple'ды мына ережемен дұрыстап түсініп алуымыз қажет. Өткен шақта болған және сол өткен шақта аяқталып қойған, точкасы қойылып қойған іс-әрекет. Даже мына суреттен де көрсек болады. Now деп тұрған ол қазіргі уақыт және соған дейін уже аяқталып қойған іс-әрекет уже past. Өткен шақ. Енді сөйлем құрылу жолына қарайтын болсақ, past simple present'ке қарағанда жеңілірек, себебі present simple'дағыдай he, she, it ережесі бұл жерде жоқ. Барлық subjectқа ортақ бір ереже. Қазір subject'тың түрлерін тағы бір еске түсіріп кетейік. Subject'қа I, you, he, she, it, we, they, you сөздер жатады, яғни іс-әрекетті жасаушы. Ал жасаушы міндетті түрде ол сөйлемнің басында тұрады, Жақсы, бірақ та бұл жердегі ең үлкен ерекшелік ол етістіктерде. Яғни past simple'да етістік екі түрге бөлінеді. Ол бізде regular verbs және irregular verbs. Қазір жеке-жеке талдайтын боламыз. Regular verbs қазақша тұрақты етістіктер деп аталады. Кейбір жағдайда оны дұрыс етістіктер деп атайды. Себебі ағылшын тіліндегі жаңағы етістіктер қалай бар, солай қолданылатындығынан. Яғни оларды ешқандай өзгеріске енгізбей, жай ғана қасына ed сөзін жалғай саламыз. Сонда, мысалы, work деген сөз бар ғой, жұмыс. Ол бізде дұрыс етістіктердің қатарына жатады, жаңағы қалыпты. Сонда work, worked. Play да бізде жаңағы regularға жатады. Play, played. Clean, тазалау. Cleaned, cleaned деп жазылады. Яғни бұл үш сөзде regular verb'тің қатарына жатады. Яғни бұл ережеде етістікке тек ed жалғауын қосасың, бірақ ешқандай ерекше өзгеріс болмайды. Алайда irregular verbs'тің жағдайы енді вообще басқа. Оны біз тұрақсыз етістіктер дейміз. Жаңағыны тұрақты десек, мынау енді тұрақсыз. Өйткені өткен шақ пен participle формалары ерекше өзгереді. Тек есте сақтау қажет болады бұларды. Есте сақтаудың жеңіл жолдары өте көп. Осы видеоның соңында осы irregular verb'тардың тізімін, кәдімгі үлкен кестесін сіздерге ұсынатын боламыз және бірге оны талдап шығамыз міндетті түрде. Мысалы, біздегі go деген сөз осы irregular verb'қа жатады. Себебі өткен шақта бұл go деген сөз айтқан кезде біз жай ғана ed жалғай салмаймыз, жаңағы regular verb сияқты, оны толықтай ауыстырып жібереміз. Go өткен шақта went болады. Мысалы, I go to school, мен мектепке барамын, ал өткен шақта мен бардым дейтін болсам, онда I went to school болады. Көрдіңіздер ме, мен мектепке бардым. Окей? Жалпы irregular verb'тің бізде 3 формасы бар. Бізге дәл қазір past simple'ды өтіп жатқандықтан тек қана бірінші және екінші формасы жеткілікті. Ағылшын деңгейіміз жоғарылағанда біз уже үшінші формасына да көшетін боламыз. Өте жақын арада. Сонымен қайтадан бір қайталап шығайық, regular мен irregular'дың айырмашылығы. Regular ол тұрақты етістіктер және өткен шақта ed ғана қосылады оған, және аса үлкен ерекшелік болмайды. Ал irregular verbs'тар олар тұрақсыз етістіктер, яғни өткен шақта олардың формасы толықтай өзгереді, немесе мүлдем өзгермейді, тіпті ed де жалғанбайды. Яғни олар өте құбылмалы етістіктер болып саналады.
Бұл жағы түсінікті ме? Жақсы. Толық кестені келесі екінші видеода талдап бірге барлығын қарап шығамыз. Қазір енді біз толық сөйлем қалай құралады, соны қарастырайық. Бірінші positive sentence-тан бастайық. Жалпы бұл өте оңай. СВО ережесімен жүреді, как обычно. Яғни іс-әрекетті жасаушы главныйды біз сөйлемнің басына қоямыз. Одан кейін ол адам не істеді, соны екінші қоямыз. Яғни оның іс-әрекеті subject, одан кейін verb. Мысал қойып алайық. Мен жұмыс жасадым делік, иә? Мен worked. Жұмыс жасадым өткен шақта. Егер де мен мына жердегі work-тағы ed-ді алып тастайтын болсам, етістігімдегі, онда ол осы шақ болып қалады. Мысалы, I work, мен жұмыс жасаймын. А бізге өткен шақта жұмыс жасағанымыз керек қой, жасап қойған. Онда міндетті түрде етістікке ed жалғау керек болады. Сонда I worked, you worked, she worked. Яғни ed жалғау арқылы біз өткен шақты айтып тұрғанымызды білдіреміз. Сол себепті өткен шақпен present, осы шақты шатастырып алмау үшін жалғауға, жұрнаққа үлкен мән береміз. Окей, ал енді ең ерекшелігі negative және question. Бұл жақта енді бізде алдында естеріңізде болса, present simple-да біз ду жалғаған болатынбыз, Ол бізде ерекше көмекші етістігіміз болған. Past simple-да да болады деп алдын ала айтып кеткен болатынмын. Ол бізде did. Яғни позитивтен бөлек уже негатив құраған кезде сіздердің с мен в-ларыңыздың ортасына, яғни subject пен verb-тің ортасына уже көмекші етістік қосылады. Ол арқылы біз негатив сөйлем жасаймыз және сұрақ қоямыз. Қазір барлық өзгеріс осыған енеді. Және негатив пен question-да бізде did қосылғандықтан, жаңағы work деген сөзіміз бұрынғы present simple-дағы қалпына қайта келеді. Оған ed жалғап немесе толықтай сөйлесті ауыстырып жіберудің қажеті жоқ. Work па? Work болып қала береді, ed-сіз. Мысалы, мен жұмыс жасамадым өткен шақта. I did not work. I did not work it емес. Яғни not бізде did-ға жалғанады. Тағы да мысал келтіріп көрейік. Мысалы, мен ойнамадым, I did not play. Окей, түсінікті ғой. Ал енді сұрақ қойған кезде тіпті оңай. Жаңағы СВО ережемізді ешқандай өзгеріссіз present simple-дағыдай қойып қоямыз, кеспейміз. Мысалы, I work, you work деген сияқты, Ал бірақ та оның алдына не істейміз? Did сөзін қоя саламыз. Сонда did I work? Мен жұмыс жасадым ба? Сен жұмыс жасадың ба? Did you work? Міне, бізде уже өткен шақтағы сұрақ шығады. Яғни, көрдіңіздер ме? Негатив пен question-да сіздер тек қана осы past simple-дың көмекші етістігін қозғалту арқылы өзгертесіздер сөйлемдеріңізді. Бұл жерде только позитив қана өзі ерекше әлем болып тұрады, бөлек. Оған енді етістігін өзгерту керек боламыз. Ал негатив question екеуіне ортақ did сөзі жалғанады. Және present өткен кезде естеріңізде болса, әрбір шақтың өзінің көмекші етістігі бар деген болатынбыз. Бір-бірімен шатастыруға болмайтын. Себебі сол біздегі көмекші етістіктер past екенін, present екенін анық көрсетушілер. Если орын ауыстырсаңыз, уже шақта өзгеріп кетеді. Сонымен present-ті do does, оны ешқайда өткен шаққа жалғамаймыз, или же болашаққа, ол тек present simple-ға қолданылады. Сұрақ қойғанда да, негатив жасағанда да. Мысалы, I do not work. Мен жұмыс жасамаймын в целом. Одан кейін екінші, өткен шақтың көмекші етістігі ол did. Тек қана did, бір ғана сөз. Мысалы, I did not work. Мен жұмыс жасамадым өткен шақта. Яғни бұл екеуін бір-бірінің орнына ауыстырмаймыз. Және future-дікі бар, ол will. Келесі сабақта оны да қарастырамыз. Сонымен, қорытынды ол көмекші етістіктерді тек өзіне сай шақтарға қолданамыз. Көмекші өзінің ережесінде тұру керек. Окей. Қазір мына жердегі суретке жақсылап мән беріңіздер. Видеоны паузаға қойып, көзбен, мимен анализ жасап шығыңыздар. Жақсы, енді question-ді қалай қоямыз? Ол жағынан present simple-ға ұқсайды. Как обычно, өздеріңіздің толық жаңағы СВО ережесіндегі структура бар ғой, did-ті алдына қою арқылы жасалатын. Сонымен біз просто сөйлеміміз құрып аламыз. Одан кейін оған қосымша сұрақтарымызға байланысты сөздерді қоямыз. Сұрақтың негізгі сөздері. Мысалы, сен қайда жұмыс жасадың деп сұрағыңыз келсе, онда жай ғана жаңағы did you work-қа
where дегенді жалғай саласыз. Where did you work? Сонда сен қайда жұмыс жасадың деген сөз шығады. Тағы да сен қашан жұмыс жасадың делік, иә? Жоқ, мына жерде ол екен, иә? Жақсы, ол қашан жұмыс жасады? When did she work? Одан кейін келесі what did you do дегеніміз сен немен айналыстың деген мағынаны білдіреді. Яғни қандай мамандықпен жұмыс жасадың деген логикада. Окей? Мысалы біз осы жақта what do you do дейміз ғой, немен айналысасың. Ал өткен шақта уже what did you do, немен айналыстың. Байқасаңыздар, бізде шақты өзгертіп тұрған көмекші етістік did, иә? Ал егер біз didтің орнына do'ды қойып қойсақ, уже ол present simple'дың жалпы сұрағы болып кетеді. Жалпы барлығы осы жерден түсінікті болды деген ойдамын. Жақсылап видеоны паузаға қойып, жазған конспектілерді келесі бетке өткенше тоқтай анализ жасап алыңыздар, өйткені структура бойынша ереже осы жерде аяқталады. Келесі ережеге көшеміз. Видеоны паузаға қойып қараңыз. Енді pronunciation-ға көшейік. Орысша оны произношение, яғни әріп пен сөздерді дұрыс оқи алуымыз, иә? Жаңа басында мен work деген сөзді алдым ғой. I worked, you worked. Байқасаңыздар, ed жалғап тұра, мен т деген дыбысты айтып тұрмын, иә? Work it, play it деген жоқ ма? Worked деп айттым. Вот бұның бір өзінің ережесі бар. Егер осыны біліп алсаңыздар, сіздердің дыбыстауларыңыз өте әдемі болады. Отвечаю. Хорошо, кеттік ал. Өзі бір 3 түрлі pronunciation-ның түрі бар осы ed-ға байланысты. Біріншісі ол т, яғни мына тұрған к, с, п, ф, ч, ш дыбыстарынан кейін осындай т деген дыбыс шығады ed жалған кезде. Мысалы, cook, cooked, hope, hoped, miss, missed, wash, washed, love, loved, watch, watched. Көрдіңіздер ме? Бұл әріптерден кейін д дыбысы жаңағы т-ға ойысып кетеді. Ал енді д қай кезде дыбысталады? Егер де сөзіміз н, ж, м, р, в деген дыбыстармен аяқталатын болса, онда д деген дыбыс шығады ed-дан. Мысалы, learn, learned, charge, charged, play, played, call, called, love, loved, seem, seemed. Ал енді соңғысы it деген дыбыс шығуы. Бұл егерде сөзіміз т және де д дыбыстармен аяқталатын болса. Окей? Кетті, бірге дыбыстап көрейік. Want, wanted, need, needed, needed, invite, invited, decide, decided, start, started, end, ended. Жақсы, видеоны паузаға қойып, қазір мен үлкен формасын шығарып қоям, соны өз беттеріңізше тағы да дыбыстап көріңіздер. Қазір енді жаңа ережеге көшеміз. Spelling changes. Яғни, ed-дің сөздерге жалғанған кездегі кішігірім өзгерістерін қарап шығамыз. Алдыңғы жолы естеріңізде болса, кеше еттен кейін келген етістікке s жалғаймыз дедік қой. Сол кезде s жалғауының өзінің жеке ережесі болған, иә? Es, одан кейін y әрпінен кейін келгенде y айға ауысып кетеді деген сияқты. Бұл жерде де сондай нәрсе бар, бірақ қатты қиналатын нәрсе емес, өте оңай. Қазір бірге главный вниманиені қойып түсініп алайық. Жалпы барлық енді көп ережелерде жаңағы етістікке жай ғана ed-дің өзі жалғана салады. Көбісіне. Бірақ та мынандай бір ерекше нәрселер бар. Сөздің өзі и әрпімен аяқталып тұрады. Яғни қосымша ed-ді 2 рет жалғаудың қажеті жоқ сөздер. Мысалы, бізде bake деген сөз. Онсыз да bake'тің соңында бізде и әрпі тұр ғой. Значит, біз жай ғана оған д-ны жалғай саламыз. Bake it деп 2 и керек емес. Bake it. Окей? Тоже солай use. Мысалы, use деген қолдану деген сөз. Ода да соңында и әрпі бар. Оған used. Жай ғана д-ның өзін жалғайсыздар. Одан кейін келесі бізде y әрпі. Y әрпі тура жаңағы s жалғаған кездегі ережеге ұқсайды. Егер де y әрпінің алдыңғы жағында дауыссыз әріп тұратын болса, онда ол ed жалғаған кезде i әрпіне ауысып кетеді. Например, cry, жылау деген сөз, оған ed жалғаған кезде cried. I деген i әрпіне ауысады. То же самое study. Көрсеңіздер, y-дың алдында d деген дауыссыз әріп тұр. То есть study, studied. Тоже бұл кезде жақсылап внимательно қарасаңыздар, y-ды i-ға ауыстырып жіберді. Жақсы. Келесі соңғысы бізде CVC деген ереже. Жақсылап тыңдап алыңыздар. Бізде дауыссыз әріптер ағылшын тілінде аудармасы consonant болады. Ал дауысты әріптер vowel болады. То есть мына жердегі C деп тұрғанымыз жаңағы consonant дегеннің алғашқы әрпі. Яғни бұл с-ны көрсеңіздер ол дауыссыз дегенді білдіреді, в-ны көрсеңіздер ол vowel дауысты дегенді білдіреді. Сонда бізде егер де соңғы жағынан есептегенде
осындай порядокпен тұрса, с, в, с болып тұрса, онда жаңағы ең соңғы дауыссыз әріп екі еселенеді. Яғни double last letter деп атайды оны. Иде жалғаған кезде. Мысалы, жақсылап қарайықшы осы жерде. Мына стоп деген сөзде байқасаңыздар жаңағы с, в, с деген ереже тұр, иә? CVC. Мысалы, п бізде дауыссыз әріп, яғни consonant. O дауысты vowel. Т дауыссыз consonant. Яғни жаңағы с, в, с ережесіне келіп тұр, иә? Өте жақсы. Яғни бұл жерде біз не істеуіміз керек? Соңғы тұрған п деген әріпті екі еселеуіміз керек. Сонда stopped деген сөз шығады. Екінші plan деген сөзді көрейік. Тағы да өздеріңіз анализ жасап көріңіздерші. Тура с, в, с ережесімен тұр. Дауыссыз, дауысты, дауыссыз. Бұндай жағдайда біз не істейміз? Plan деген сөздегі n-ді екі еселейміз. Double жасаймыз. Сонда planet деген сөз шығады. Okay? Great. Осындай ережелерді есте сақтап болсаңыз жеткілікті. Сонда бізде 4 ереже шығады. Жалғаған кезде именно бұл бізде именно writing кезінде көмектеседі. Жаңадан бері біз тек қана regular verb'ті қарадық. Жаңа структураны құрған кезде біз work деген сөзді алдық қой. Главный етістік ретінде. Енді irregular verb'тің бір етістігін қарап көрейік. Ол бізде go сөзі болсын. Go өткен шақта went болып ауысып кетеді. Так как ол бізде irregular verb. Егер өткен шақта айтып жатсаңыздар, онда сөйлем былай болады. I went to school. Мен мектепке бардым. Okay? Бұл бізде positive sentence. Яғни жаңағы главный етістігімізді өткен шаққа ауыстырып отырамыз. Иде жалғаудың орнына просто жаңағы сөзіміз полностью өзгеріп отырады. Okay? Ал енді негатив жасаған кезде жаңағы даже irregular verb'іміздің өзі ол бұрынғы бастапқы қалпына ауыса келеді. Яғни go болып қайтадан орнына келеді. Сонда I did not go. I did not went емес. Okay? Мысалы, I did not go. Тағы бір қайталап айтып жіберетін болсақ. Ал енді оны question құрған кезде то же самое. Яғни go бұрынғы бастапқы қалпына оралады. Did I go? Did you go? Did they go? Okay? Яғни бұрынғы қалпына сақталып тұрады. Сонда ең басты өзгеріс бізде positive sentence-та болып тұр ғой. Irregular verb'тің үлкен рөл ойнайтын кезеңі. Онымен қоса, сіздер егерде негатив сұрақ қойғыларыңыз келсе, онда did сөзіне not жалғасаңыздар болады. Didn't. Мысалы, didn't you go? Сен бармадың ба? Деген сұрақ шығады. Okay? Мысалы, қараңыздар. Did you go? Сен бардың ба? Ал енді didn't you go? Онда сен бармадың ба? Деген сұрақ шығады. Өте қызық осы жері. Енді бұндай сұрақтарға біз қалай қысқа жауап береміз? Мысалы, мынандай сұрақты алайық. Did the flight leave on time? Яғни, ұшақ дәл уақытында ұшты ма? Yes, it did. Немесе жоқ болатын болса, no, it didn't. То есть, жаңағы present simple'дағы ереже бар ғой. Yes, I do, yes, she does деген. Тура сол, просто сұрақтың басындағы сөз не істейді? Subject'ің алдына келіп тұра салады. Болды. Мына жерде де сұрақтар дәл солай, қалай қысқа жауап беру керек екенін видеоны паузаға қойып қарап шықсаңыздар болады. Жаңадан қатты бір айырмашылығы жоқ. Мысалы, ең соңғысына қарайықшы. Did you understand the past simple? Сен өткен шақты түсіндің бе? Егерде я болса, yes, I did. Ал егерде no болса, no, I did not. Did not-тың қысқарған түрі бізде didn't болады. Okay, great. Енді жиі жіберілетін қателіктерді бірге қарап көрейік. Бірінші видеоны паузаға қойып, өз беттеріңізше қай жерде қателік кеткен, соны тауып көрсеңіздер дұрыс болады. Видеоны паузаға қойып, одан кейін мен сіздерге дұрыс жауабын айтамын. Кеттік ал. Бірінші tense-тен кететін қателік. Tense дегеніміз жаңағы шақтар. Жақсы. Мысалы, так қарайық. I give him the laptop yesterday. Бұл жерде сіздер қайсы қате деп таптыңыздар? Бұл жерде қате give сөзі. Give ол бізде осы шақтың сөзі. Оны біз өткен шаққа ауыстыратын болсақ, gave болады. I gave him laptop yesterday. Келесі бізде verb form, яғни етістіктің формасынан кеткен қателіктер. Біріншісін қарайық, she wrote the report. Так, бұл жерде write деген қате, өйткені write бізде irregular verb'қа жатады. Оның өткен шағы wrote болады. Okay? She wrote. Келесі екінші, they didn't call it. Бұл жерде қандай қателік?
Call деген сөз, иә. Бізде онсыз да did сөз жалғанып тұр ғой, значит бізге ed жалғаудың қажеті жоқ, главный етістікке. Сонда they didn't call болады. Келесі сұрақ, did you had lunch? Бұл жерде не қателік? Жалпы мына жердегі had деген сөз, have деген сөздің өткен шақтағы формасы. Бұл have-та irregular verb жатады. Сол себептен оны өткен шақта айтқанда had-қа ауыстырамыз. То есть бұл жерде байқасаңыздар did-пен қатарласып, had та өткен шақ формасында тұр. Сонда біз did you had емес, did you have lunch болады. Окей, сен түскі аш іштің бе? Окей, келесі бізде spelling-нан қате кеткен. Қайсы қате екенін таптыңыздар ма? Бұл жаңа сабақтың басында болды. Spelling айтқан кезде. Бұл жерде he stopped. Stop дегенде п әрпі екі еселену керек. Жаңағы CVC ережесі бойынша дауыссыз, дауыссыз, иә. Сонда he stopped smoking. Ол темекі шегуді тоқтатты. Соңғысы helping verb. Бұл жерде you wake up early. Сұрақ қойып тұрмыз, бірақ бізде көмекші етістік жоқ. Я сұрақты қоюшы did сөзі жоқ. Did сөзі қайда тұру керек? Басында тұру керек. Did you wake up early? Окей. Соңғысы he speak to his boss. Тоже сұрақ, бірақ тоже did сөзі жоқ. Я сөйлемнің басында тұрса did he speak to his boss? Сонда ол бастығымен сөйлесті ме деген сөз шығады. Сұрақ. Қуанышты жаңалық, сіздер past simple-дің соңына жеттіңіздер. Енді тапсырма орындау ғана қалды. Молодцы. Конспектті толық жазамыз және осы past simple-ға дейін жазған бүкіл конспектілерді жинап, фотосын түсіріп, мұғалімге жіберу қажет. Мұғалім міндетті түрде сіздерден бұл конспектті сұрайды. Окей? Сіздерге сәттілік, білім жолында жолдарыңыз жеңіл болсын.